1837-1847 жылдардағы Кенесары Қасымұлы бастаған шаруалар көтерілісі. 19 ғасырдың 20 жылдары патша үкіметі Қазақстанда әкімшілік басқару жүйесін өзгертті. 1822 жылғы Сібір қазақтары туралы ұстап басқарудың округтік жүйесін енгізді. Қазақтардың дәстүрлі көшіп қонатын жерлері тарылды. Ол жерлерге казактарды қоныстандыра бастады. Бұл қазақ халқының наразылығын тудырды. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліске дейін Қасым төренің ұлы Саржан қазақ жерлерін отарлау саясатына қарсы күреске шықты. Патшаның жазалаушы отрядтары ығыстырған Саржан сұлтан өзінің жолын қуушылармен бірге Қоқан бегінің көмегіне үміттеніп, Қоқан хандығына көшіп барады. 1836 жылы Саржан осында Қоқан басқарушысының нұсқауы бойынша жауыздықпен өлтірілді. Осы көтерілістер 19 ғасырдың 30-40 жылдарын қамтыған Кенесары көтерілісінің алғы шарттарын әзірлеуде белгілі рөл атқарды. Абылай ханның немересі, Қасым төренің баласы, әуелде сұлтан, кейіннен хан Кенесары 1802-1847 жылдары бұрынғы Көкшетау облысының елді мекенінде дүниеге келген. Кенесары Қасымұлы көтерілісінің басты мақсатына келсек, Қазақстанның патшалы Ресейдің құрамына қосылып үлгермеген жерлердің дербестігін сақтау, қазақ жерін бекіністер мен жаңа округтік билеу арқылы жан-жақты отарлауды, алым-салық жинауды тоқтату. Тағы бір мақсаты қоқандықтар тепкісіндегі қазақтарды азат ету. Қазақ хандығын құру. Кенесары Қасымұлы көтерілісі бүкіл Қазақстанды қамтыды. Кенесары құрған хандық биліктің ерекшелігі неде болды? 1841 жылы тамыз айында Кенесары хандық билікті қалпына келтірді. Кенесары хандығы қазақ қоғамының билер сотын жойып, оның орнына хандық сот енгізді. Арнайы қаржы мәселесімен айналысып, баж салығы мен алым салықты ретке келтіріп отырды. Кенесарының қатысуымен құрылған басқару ісі хандық кеңес қабылдаған шешімдердің орындалуын қадағалап отырды. Батырлар мен төлеңгіттер басқаруындағы әскери күш жасақталды. Әскерде қатаң тәртіп орнатылып, опасыздық үшін өлім жазасы берілді. Бұл ұлт-азаттық күрес Сырым, Саржан, Жоламан, Исатай мен Махамбеттердің күрес дәстүрін одан әрі жалғастырды. 1837 жылы Петропавл қаласынан шыққан керуенді қорғайтын Ақтау бекінісінің казактарына шабуыл жасап, тұңғыш рет қарулы қарсылық білдірді. 1838 жылы мамыр айында Ақмола бекінісіне шабуыл жасап, бекініс өртелді. 1838 жылдың желтоқсан айында Кенесарының Батыс Сібір генерал-губернаторы князь Горчаковқа және бірінші Николай патшаға хаттарды тапсыруға жіберген өкілдері тұтқындалды. 1843 жылы маусым айында бірінші Николай патша войсковой старшина Лебедев бастаған жазалау отрядын жіберсе, 1843 жылы тамыз айында Кенесарыға қарсы сұлтан Жантөреұлы, сұлтан Айшуақұлы, полковник Гекке және Бизановтар басқарған 5000-дық екінші топ ұйымдастырылды. Сонымен 1845 жылдың жазында көтерілісшілердің мақсаттарынан таймайтынына толық сенген патша үкіметі қазақ жерін бекіністер арқылы отарлауды жалғастырды. Кенесары қалыптасқан осы тұстағы жағдайды талқылау мақсатында 1845 жылы қазақ батырлары мен сұлтандарының қатысуымен жиын өткізді. Жиында қарастырылған негізгі мәселе патша үкіметінің қысымының салдарынан Сарыарқадан оңтүстік аудандарға ығысу туралы шешім қабылдады. Бұл шешімнің негізгі мақсаты Қоқан ханының езгісіндегі
қазақ руларының дербестік алуына көмек көрсетіп, өзіне көмек жасау еді. Алайда күшін басым патшаның жазалау отрядтарына қарсылық көрсете алмай, Кенесары Қоқан ханының қол астындағы Қырғыз жеріне жақындады. Сол себептен 1847 жылы қазіргі Тоқмаққа жақын Майтөбе деген жерде қырғыз манаптарымен шайқаста Кенесары қолы жеңіліске ұшырап, өзі қаза болады. Көтерілістің жеңілуіне мынандай себептер болды. Бірінші, Ресей империясынан жеңілдіктер алған бір қатар жүзге бөлінген қазақ рулары көтерілісті Кенесарының өзін қолдамаған ауылдарға сұлтандар мен билердің орталықтанған феодалдық мемлекетті қалпына келтіруге мүдделі болмауы. Екінші, Қоқан және қырғыздармен күресуден өздерін алшақ ұстауы. Үшінші, сұлтан билердің озбырлығы көтерілісшілер қатарын сиретті.